Өміріне балта шабатындар саны елімізде азаймай тұрып, Тікелей эфирде өз-өзіне қол салды. Өз-өзіне қол жұмсап, көз жұмды. 391 адам өз-өзіне қол жұмсаған. Бірім суицидтен қаза тапқан. Суицид жасайтын балалар саны көп. Әлбетте, ондай ой шайтаннан келеді. Алла Тағала ондайға бұйырмайды. Керісінше Алла Тағала айтады: "Ей, өз-өзіне зұлымдық қылып қойған, қате бір күнә істеп қойған құлым" дейді. "Ла тақнату мин рахматиллах" дейді. Алланың менімнен күдер үзбеңдер дейді. "Инналлаха яғфиру зунуба джамиа". Алла Тағала бүткіл күнәні кешіреді. "Иннаху хуал ғафур рахим". Ол өте кешірімді, өте мейірімді дейді. Ал кімде-кім өз-өзіне қол жұмсаса, ертең қияметте одан да ауыр жаза, азапқа душар болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім өз-өзіне темір немесе тағы да басқа нәрселермен қол жұмсаса, ақыретте мәңгі сол нәрсемен азапталады дейді. Алла Тағала жастарымызды ондай өлімнен сақтасын.